Саламатсыздар ма балалар? Отырамыз. Бүгін көтерген тақырыбымыздың жаңа тақырыбы, сабағымыздың тақырыбы. 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы деген тақырып. Балалар, сіздерге бірер сұрақ қойып өтейінші осы тақырып бойынша. Мәдениет деген не екенін білеміз бе жалпылама? Кім біледі? Қол көтерейікші? Естігеніңіз бар ма? Ал материалды мәдениет қаншаға бөлінеді? Мәдениет екіге бөлінеді. Рухани және материалдық мәдениет. Рухани деген адамның өз ойынан шыққан туындылары, оған салт дәстүрі, тілі, діні және әдебиеттер жатады. Жан дүниесінен шыққан. Ал және материалдық мәдениет деген ол адамның қолдан жасалған дүниелері. Оған мысалы ескерткіштер, сол кездегі баспаналар, қолдан жасалған зергерлік бұйымдар, тағы нелер қолдан жасады? Ораз төл. Не нәрселер қолдан жасады? Атап өтейікші? Ыдыс-аяқтар, қыздардың тағатын әшекей бұйымдары, ата әбзелдері, барлығы неге жасалады? Қолдан жасалады. Енді балалар барлығымыз тақтаға ортаға келейікші, топқа бөлінмелерші. Барлығымыз мұнда келеміз, әрқайсымыз бір қағаздан аламыз да, қима қағаздан. Қағазды айтса, құрастырамыз. Құрастырған кезде қай тұлғаның суреті шығады, сол бойынша ана жерге барып отырамыз, топқа. Жарай ма? Бір-бірден алыңыздар, бір-бірден. Бір-бірден. Бұл жерде құрастырыңыздар, ол жаққа бармай бекер мына жерге құрастырып. Қатарысында құрастырыңыздар, бұл жерде. Құрастырған кезде қыздың суреті шығады. Қоямыз, бір-бірден құрастырыңыздар. Ана киме сәйкес келеді мысалы. Ригасыз киме. Кім шықты? Шаламыз. Әлімханың басына келеміз мына жерге. Тәртіппен кімді шықты? Мәдениеті, барлығы дерлік 19 ғасырдың салт дәстүр әдет-ғұрпын мәдениеті өткізілді. Ол жерде бата беру, тұсау есеп, бесікке салу, арқан тарту деген сияқты қазақтың ұлттық салт дәстүрлер өнерлерін білеміз. Оның ішінде бізде белгілі жаңа сал-серілерді атап өтейікші, кімдерді білеміз? Жаңа мұсақ, естігендеріңіз бар ма? Тағы сал, солай ма? Жақсы. Ал енді осы тақырып бойынша сіздерге кішігірім кітаптарыңыз бойынша мәтін беріледі. Сол мәтін бойынша қазір өрмекші торы әдісі арқылы жаңа сабағымызды жалғастырамыз. Мәтіндер бірінші топқа сіздерге Тәттімбет тобына. Тәттімбеттің өмірі жайлы кішігірім не айтасыздар? Өздеріңіз дайындаласыздар. Тәттімбет жайлы. Сіздер Дәулеткерей жайлы. Сіздер Құрманғазы жайлы. Жарай ма? Үш топ. Кітаптағы мәтінмен танысып шығасыздар, сол бойынша тәттімбет өрмекшілер әдісін жасаймыз. Сіздерге Құрманғазы берді. Құрманғазы қандай кісі болған? Атап өтеміз. Құрманғазы ол аса ұлы кісі болған. Қалғандарыңыз тыңдаймыз. Құрманғазы 1823-1889 жылдары өмір сүрген. Ол өзі Жері ауданында дүниеге келген. Ол кішкентай кезінен бастап әндерге қатты қызығатын.
ол өзі күйлерді кішкентайынан орындап өзі шығаратын. Ол Құрманғазының күйлерінде бұрынғы заманның тіршілігі туралы және тұрмыс тіршілігі, олардың салт-дәстүрі болған. Бірақ оның заманында жоқшылық заман еді, ашаршылық. Ол сол туралы көптеген күйлерін шығарған. Олардың балалар туралы тағы да басқа күйлер бар. Ол өзі домбырамен орыстардың күйлерінде, әндерінде орындаған. Олар қыдырма саудагерлер, тағы да басқа әндері бар. Ал оның осы кезге шейін жеткен әндері Адай, Балбауыл, тағы да басқа күйлері бар. Құрманғазы қазақ халқының дамуға үлкен үлес қосты. Жарайсың, молодец. Келесі. Әлихан ұстаймыз. Тұра қойыңыз. Талантты және халық арасындағы танымал Дәулет Ершібайұлы 1815 жылы дүниеге келіп, 1868 жылы дүниеге өткен. Ол Тәттімбет Қазақстанның көптеген жерлерінде болған. Ол және Ресей императоры Александрды ұлықтау рәсіміне қатысқан. Және ол ел арасындағы танымал Былқылдақ және Сарыөзен, Бестара және Қосбасар атты өлеңдер жинағы бар. Және ол орыс ғалымы Янушкевичтермен және Шоқан Уәлихановтардың танысы болған. Және ол Қазақстандағы біздің заманымызға дейін жеткен оның 40-қа жуық күйі бар. Және ол Қазақстандағы өте талантты күйшілердің бірі. Жақсы, Нұрдәулет. Қосымша не айтамыз? Мейрамбек. Жеп тұстаңыз. Дәулеттердің 40-қа жуық күйлері бар. Қазіргі күнде 40-қа жуық күйлері бізге дейін жеткен. Атап өтейікші, қандай күйлер бар екен? Жігер, Билеуші Сұлтан деген лауазымдық ат берілген. Оның шығармалары бұлбұл, жігер, тағы да басқалар бар. Қандай болған? Сазгерлік шығармашы болған. Яғни сазгерлік жолына көбірек көңіл бөлген. Дұрыс па? Халқының ықыласына бөленген. Қазіргі таңда 40-қа жуық ән жинақтары бізге дейін күйлері жеткен екен. Солай ма, Мейрамбек? Жақсы, жарайсыз. Келесі. Кәусар. Қазақтың 19 ғасырда аспаптық музыкасын үлес қосқан адам. Кімді айтып жатырмыз? Оқылдар, Сарыөзен, Бестөре, Қосбасар, Саржайлау секілді лирикалық әндер шығарған. Жарайсыз. Сосын? Ол Шоқан Уәлиханов, Тонтанин, Яшишки, солармен таныс болған. Жақсы араласқан, иә? Оның 40-ға дейін осы үлгіге дейін жеткен. Иә, дұрыс айтасыз. Қайғылар өмір сүрген? 1815-1860. Жақсы, жарайды. Келесі Рахан. Ұстаңыз. Қалай келеміз? Құрманғазы туралы айтайықшы. Ол Құрманғазы қазақтың ұлы ақыны, сосын атасы болған. Ол 1823 жылы дүниеге 1989 жылы дүниеге келген. Ол Жиделі ауылында дүниеге келген. Ол кішкентайынан күйге қызыққан. Жақсы, атаға Жәнеге салыстырамыз. Ол кішкентай кезінде музыкаға дарыны бар екенін көрсетті. Және ол Құрманғазы қазақ күйлерінен шебер орындаған болатын. Ол кішкентай кезінде күйге әндерге қызыққандықтан кейін ол қазіргі таңда өзінің
60-қа жуық күйлері Бізге дейін жеткен, Адаев, Балбырауыт, Сарыарқа, Ақсақ-Күйер деген, мен Қайран Шешемай деген тағы да басқа күй ән жинақтары бар. Жарайсыз. Келесі екінші топқа өтекші Дәулеткерей туралы тағы не айтамыз? Оразбек. Айта қойыңыз. Дәулеткерей қандай кісі болды? Сол кездегі ақындар, қалзергер, қайдан білім алды? Наштамыз. Ана молда, Ауыл молдаларынан. сосын Шығайұлы дегеніміз ол өз халық арасындағы беделді әкімдік жұмыс атқарған. Сосын Бедеуші Сұлтау деген лауазым берілген. Қазіргі Халық арасында билеушілік сұлтандық қызметін атқарған, бірақтан ол сол істі ары қарап жалғастырмай қайға қарап бұрады жолға. Қай салаға? Сазгерлікке, яғни кішкентайынан соған икемді болған, солай ма? Дәулеткерейдің қазіргі таңда тағында 40-қа жуық күйі бар. Жинақтары бізге дейін жеткен. Жарайсыз. Келесі. Осының ішінде сіздер қазақтың салт дәстүр әдет ғұрпына байланысты бата беру. Бата қай кезде берді? Кімдерге берді? Не үшін берді? Атап кетші. Қалған ақсындаймыз. Топтар. Топтың ережесін білеміз, бірімізді. Құяр тыңдайық. Асма. Али, наш көмектесші. Батарын қай кезде береді? Қандай? Ас ішерде және алыс сапарға барғанда, жолға шыққанда, сосын және кез келген бір той жиындарында сол кезде жаңа отау құрғанда шығармаймыз нарекем ғой. Жаңа отау құрған кездерде сосын сапарға шыққан кезде қазақы музыкалық аспаптарын атаңызшы Жәнеке. Домбыра, жетіген, сасырнай, кейінен қобыз, дауылпаз, сасырнай. Келесі Мұрасыл сұрауымыз. Дәулеткерей жалпылама қандай кісі өтті? Өлеңдері бізге дейін жеткен, қай жылдар дүниеге келген? Өмір сүрген қай жылдар? Қай салаға көбірек үлесін қосты? Дәулеткерей. Сазгерлік, күйшілік, яғни қазақ халқының мәдениетінің дамуына үлкен септігі тиген екен. Ал енді бала көшеріне тоқтаймыз. Айт болды. Енді тақырып бойынша, мәтін бойынша айтылған тапсырмаға бізде өрмекшінің торынан түсіп қалған жәндіктеріміз бар екен. Жәндіктерді тұрғызайықшы. Гүлсара, Азиз, Рахат, тез жылдан. Рахат, Оразбек, Алихан. Ал енді осы топтағыларға біздер Дәулеткерей тобы осы айтылған не бойынша адам сазгер күйші бойынша мына топқа сұрақ қойыңыздаршы Азизге. Азиз анау неде шығу керек қой өрмекші тобына. Сұрақ қойыңызшы Азизге. Кез келген сұрақты қоямыз. Дәулеткерейдің қандай күйлері болды?
Davletkelinning kuylarini atamiz. Aziz. Yer, bu, qo'ng'ir, ta'sir, berdirme, taqdaqasa kuylari bo'ladi. Yaxshi. Azizimizni O'zbekistondan chiqaramiz. Kelesi ro'yxatga. Mana bu qo'ysish qazasiz qo'yishchi. Ro'yxatga. Ro'yxatga so'rab qo'yib. Yaxshi. Ro'yxatni O'zbekistondan chiqaramiz. Kelesi Gulzara so'rab qo'yishchi. Aziz. Gulzara. Hurmatlazining do'mbiraga o'rnagan o'ristagi kuylari. Ataymiz. Je'da to'liq mengirgan kuyi qanday edi? Yaxshi o'rnagan o'ris kuyi qanday edi? Al, qaytaring. Gulzara, bilmaysiz, to'xtalib qo'yasiz. To'xtalib. Yana keyin bering. Bilemizlar, yo'qmi? Tartibni yigitlar o'tab o'tishim. Men sizga so'rab qo'yaman. Qanday yigitlar bor tartibda? Qanday isim bo'lgan? Qanday isim bo'lgan ekan tartibda? Kishi. Qanday yigitlar bor? Aha, so'zon. 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 Jarayib turamiz. Kelesi bizga qimmat begasi bor ekan. Begasi turamiz. Ha, begasi so'rab qo'yish, rayis qo'yish. Ya. Begasi so'rab qo'yish turma. Bo'lsa, hurmatlazining hozirgi taqdiri qancha bizga ketgan? Ata kishi qanday bo'ladi? Bilgani bor. Asal ki ya? Aha. Bazı şarkılar mısın? Aha. Sosan. Sen aşkın. Jası, jaray. Bizde O'zbekistonda havaman var mı? Jandimiz bari chiqdi ya. Jası. Men o'zi faqat bo'yicha bolasiga ne bilib bingosi o'yin o'ynashdi. Bizga mana shu yerda men sizlarga bingo kelib qo'ydim. O'zi yerda o'zi faqat 3 to'pdan bir-biri beraman. Har qaysimizga erejasini tanishtirib o'tgan. Bugungi o'tgan sanatda o'zi shunlardagi yarashlar yozilgan, yozib chiqqan, yoshlar to'lganda qaytib birinchi bo'lib, bingo deb birga shapaloq uramiz. Yo'qishlar to'lib bo'lgandan keyin so'lishlar qanday o'qigan bo'lganini har qaysimiz jeke tushuntirib berib o'taysizlar. Jaraymi? Tushundingmi? Bu yerda shundan shapshamlik kerak. Ya, 2 minut vaqt berib, ruchkamizni sansa bo'ladi. Ruchkamizni yozamiz. Ya, shunlarni terib yozamiz. Shunlarda. Sol shunlar qanday o'qigan bo'ldi, yana kimga qaraysiz? Qay kuchni, qay aqlni, qay sozlikni bayonida so'ni aytib o'tamiz. Birga to'xtab turishsa, bizga jangliklarda ishimga aloqa bo'lib bilamizmi? Ara, yo'qmi? Ara qanday janglik bilamizmi? O'yin show. Ya? So'zin. So'zin qanday janglik bu? Birgalikda to'plashib жұмыс жасайық, өте yo'shli. To'g'ri sol сияқты birgalikda to'plashib жұмыс жасаймыз. Birga qilsak, birga o'tiramiz. Tek жылдарды шығасында болды. Тек жылдарды жазып шығамыз болды. Соған түсіндірме беріп өтесіздер. Мысалы, Дәулеткерейдің туған жылы өмір сүрген жылдары, ол мынандай кісі болған, оның мынандай еңбектері бар. Қазіргі таңда бізге дейін мынанша еңбегі жеткен деген сияқты түсіндірме беріп өтесіздер.
солтүстік Қазақстан жақтан Түркістанға дейінгі жақты зерттеуге келген. Және 1842-1904 жылдары қазақтың ақыны күйшісі Қышаламыз. Дұрыс айтып жатыр ма? Қарап отырамыз. Жәнеке? Ол Қазанғап тілеп берген ұлы дүниеге келді. Оның жезкие, кертолғау атты өлеңдері болды. Күйлері. Қазіргі күнге дейін бізге жеткен. Келесі Нұрдәулетке беріңізші. Жылдан. Нұрдәулет. Жарайсыз. Сосын. Қазақтың ұлттық
Кемел тобына кезек берейік. Қандай жыл? 1843-1913 Ол жылмен қандай оқиға байланысты болған екен? Иә. Қарағанды облысында дүниеге келген Қарапайым шығып, оның әкесі дүкен құрылысында атауларымызда қалған Дүкен. Келесі береміз қазірға. 19 ғасырда жаяуласа өмір сүрді. Ол еліндегі зор-зор сипатта Ақсиса өлеңі шығарған. Иә. Ал 1823-1880 Қандай зор-зор сипаттарын атап өтейікші, Ақсисада. Қалғандар сында отырамыз ба? патша үкіметіне Патша үкіметі қазақ жерінен жүргізген әділетсіз саясатына байланысты Ақсиса әні шыққан еді. Солай ма? Или жалған айтып жатыр ма Кәусар? Дұрыс па? Ақпарат дұрыс па? Әділетсіздікке қарсы, отаншыл езгіге қарсы Ақсиса әні шыққан еді. Қай жылдары? Қай жылдармен байланысты? 19-шы? Ғасырда. Жарайды. Сосын ағара тағы не айтасың? 1889-да Құрманғазы өмір сүрген жыл, ол 60-қа жуық күйлері бар, домбыраны жастайынан жастайынан әнге, күйге құмарты өскен екенен жарайды. Келесі. 1867 жылы Тәттімбет Қапағанұлы дүниеге келген. Ол Қарқаралы өлкесінде дүниеге келген. Ол сазгер күйші болған. Ол Қарқаралы өлкесінде Шанша облысында қызмет еткен. Шығармалары Сарыжайлау бағытында Сарыөзек Жарайды, молодец, керемет жарайсыз. Ал енді тақырып түсінікті болған. Бүгінгі сабақтан не өткен балалар? Бір қорытындылап өтейікші. Не жайсыз, күйшілер, кімдерді білді? Әділетсіздікті, теңсіздікті жою мақсатында кім өзінің ән-күйлерін шығарды? Жаяу Ақсиса. Негізгі басты өзекті тақырыптары осыған байланысты болған еді, солай ма? Яғни әйелдердің арасында теңсіздікті, әділетсіздікті не істеу? Жою мақсатында. Солай ма? Ал осының ішінде бізде Ақсиса әні кімнің әні? Жаяу Ол жерде не жайы айтылған? Білеміз бе? Ақсиса әні неге қарсы бағытталған? Сол кездегі әлеуметтік әділетсіздікке қарсы шыққан. Патша үкіметінің жүргізген әділетсіз саясатына, орташылдыққа қарсы. Жақсы, жарайды, керемет. Ал енді бата қай кезде беріледі? Айтайықшы? Бата ол жауға, аңға, ақтармасы, және ас болып ішерге бата береді. Сосын Лайғынып деген қандай болмады? Отыра қалсаңыз, жарайсыз. Келген. Кез келген үйге кіріп, біздің қазақта қонақжай болы сол кезден-ақ көрінген, дұрыс па? 19 ғасырда. Жақсы, жарайды. Келесі. Соңғы тапсырмаңыз. Мына жерде сіздерді Қазақстанның картасы берілген. Сол карта бойынша әрқайсыңыз келіп бір сұрақтан аласыздар. Сұраққа жауап беріп, тақтаға жазып кетесіз. Келіңіздер, жылдам. Бір-бірден аласыз.
Kıl sırama cevap veriyorsun. Naşamak öpücü vereceksin. Acayip karta, sigorta kartamızı söyleteceğiz. Naşamak hata ver şimdi. Kendinize naşamak hata bulanlar ver şimdi. Ben bizi ki. Bir hata ver kendinize. Buradan şuradan. Kim cevap veriyorlar? Uzak yolga çıkarızlar. Dastakman basında. Asla? Hata veriyor mu? Gel, gel. Naşa bakın. Yere şuna aşık durma. Kendisi burada. Tartibiyet. Kazan kal o zaman. Kandayız. Kundayımız var mı? Kanday geliyor mu biliyorsun? Kanday bir şey. Tartibiyetin kanday geliyor biliyoruz. Ya. Biliyorsun? Tartibiyetin kanday geliyor mu biliyorsun? Sodan mı? Komik yaşamaya yaşamışlar biliyorum. Tartibiyetin geliyor mu biliyorum? Kalmanı seviyor mu? Gel, Жасы молодец, жарайсыз келесі әзіз. Қандай салт дәстүрлер сізге бұрыннан таныс атамыз? Үйлену той, бесік той, тұсаукесер, сүндет той. Сосын барып. Соның ішінде біреуіне сүндетіне беріп өтіңізші. Қайсы білесіз? Бұрыннан сізге қайсы таныс? Үйлену той дегеніміз ол екі жастың ата-аналары жиналып қызды неге ақ бозатты аттанып қыздар үйлену той дегеніміз екі әулеттің адамдары, екі жастың әулеттің адамдары бас қосып бір-біріне деген сүйіспеншілігі, құрметі жасы, келесі. Бата дегеніміз де, бата қай кезде беріледі? Бата деген бір адамға болмаса көпшілікке берілетін нәрсе. Ол кезде үйдің үлкендері Үйде ас беріп жатқан кезде, астың алдында үлкен кісілердің алдына қолға сұғыямыз ба? Кім біледі неге сұғыясыз ба? Сол кезде сізге бата береді. Өзіңіз, еліңіз деген сияқты. Ал сосын бір кезде береді. Ол сапарға шыққанда, алыста және астың басында. Жарайды, молодец, қойылыңыз. Келесі, ораз Қандай күндері бар? Жігер, қолдар, шартыз. Жарайды, молодец, келесі. Жақсы, қазақ қызы Катя, молодец, келесі. Дәулеткерей Шықайұлы туралы баяндаймын. Дәулеткерей қандай кісі? Дәулеткерей ол композитор көп уақытында сазбен өткізген Жақсы, молодец, отырамыз. Ешкім қалмады болды ма? Жақсы, жарайсыздар, керемет. Енді бүгінгі сабақта не түсіндіңіз? Жайларыңызға отырамыз. Не білгіңіз келеді? Осы бойынша білемін, білгім келеді. WhatsApp желісіне менің жеке номеріме жазасыздар, хат жазасыздар. Келесі сабақта не жайлы білгілеріңіз келеді, нені білмедіңіздер, соны маған жеке өзіме жазып жібересіздер. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Үйде осы кісілер жайлы кішігіріп эссе жазып келеміз. 120 сөзден тұратын эссе жазып келеміз дәптерге. Жарай ма? Жақсы.